Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8 сынып 3 бөлім махаббат пен абырой. Сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтың әпке пьесасы 2 акт. Сабағымызға берілген оқу мақсаты шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Бағалау критерийлері: шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырады, жаңашылдығына баға береді. Ой түрткі сұрағы: Дулат Исабековтың әпке шығармасынан бойыңа қандай жақсы қасиеттерді сіңіре алдың деген сұрақ төңірегінде ой толғау жасайды. Келесі, бірінші тапсырма: шығарманың басты кейіпкерлеріне үш сөйлемнен өз сөзіңмен мінездеме беріңдер. Қамажай, Омар, Темірбек, Нәзила. Тапсырма дескрипторы: басты кейіпкерлеріне үш сөйлемнен мінездеме береді. Кейіпкерлердің негізгі қасиеттерін ашады. Ал енді тапсырманың жауабын тексеріп көрейік. Өзіңді текстер. Қамажай басты кейіпкер, Омардың, Темірбек пен Ермектің әпкесі. Мінезі жағынан қамқор, қарапайым, бауырмал, әрі мейірімді кейіпкер. Омар Қамажайдың інісі. Мамандығы жағынан ғалым, философ, көбіне ғылыми тілде сөйлейді, бірақ жаны ізгі жандардың бірі. Сыпайы, адамгершілігі мол, көзілдірік тағады, бойын ашуға билетпейді, көп сөйлегенді ұнатпайды. Білімді, жаны ғылымды сүйеді. Лақап аты Ом. Темірбек Тимур. Қамажайдың інісі, КамАЗда бригадир болып жұмыс істейді. Тік мінезді, бұрма тілді, бірақ адал, қызуқанды, дөрекі, айнадағыларына қамқор. Нәзила Қамажайдың сіңілісі, мұғалім болып жұмыс істейді. Мінезі ерке, тік мінезді, тура сөзді. Бізде келесі тапсырма: кейіпкерлер мен олардың сөздерін сәйкестендіріңдер. Бізге берілген кейіпкерлер Қамажай, Нәзила, Темірбек, Омар, Ермек. Бұл тапсырманың дескрипторы кейіпкерлер мен олардың сөздерін сәйкестендіреді, өз көз қарастарын білдіреді. Ал енді тапсырманы сәйкестендіріп көрейік. Өзіңді тексер. Қамажай. Қамажайдың сөзі: Теміржан, қой қарағым, сені бөтендеп тойды жасаймыз, дүрілдетіп тұрып жасаймыз, ақша деген табылады. Келесі Нәзила. Оның сөзі: мінезім солай, не тапсам да тілімнен табатын шығармын, бірақ сені келемеждеп не табам, мен бәрін түсінем деп жүріп ештеңе байқамағаныма таң қалам. Адам жанының бұл да бір жұмбақ сыры ғой, айтқаның дұрыс болды, шын жүрегіммен тілектеспін. Келесі бізде кейіпкер Темірбек. Оның сөзі: Ничего, мамуля. Қуаныш атаулының ойда жоқта болғаны жақсы. Күн бұрын білген қуаныш емес. Келесі Омар. Сонымен тоқ етерін айтсам, бақыт дегеннің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Отбасындағы, қызметтегі, махаббат, тағылар саласында. Қорытып айтқанда, бақыт деген жеңіс немесе жеңіске апарар күрес. Келесі Ермек. Бұрын мына жерде Ом, мына жерде Тим отыратын. Енді бәрі жоқ, олар бізді сағынбайды. Келесі 3 тапсырма. Осы үзіндіден басты кейіпкер Қамажайдың рухани адамгершілік қасиетін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беріңіз. Шығарма дескрипторы заманауи тұрғыда салыстырады, жаңашылдығына баға береді. Бізде басты кейіпкер Қамажай алдынан шыққан, қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор жан туралы айтылады. Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екенін байқаймыз. Ата-анасынан жастай айырылған ол, өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Оны Қабен атты жігітте. Қабен, ол қиын сияқты. Бауырларымды қиып тастай алмаймын, олар әлі мен үшін бала, өздігінен өмір сүретініне күмәнім бар деп ұсынысына кері жауап қайтарғанынан білеміз. Ал енді өзіңді тексеріп көр. Ықтималды жауап: бір анадан туса да, мінездері әрқилы ұл қыздарды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бағып қаққан шаңырақтың үлкені Қамажай бауырларының бақыты үшін өмірлік қызығынан бас тартып, артынан ерген іні-сіңілерінің жолына
барлығын құрбан етуге даяр мейірімді жан. Өрімдей ұл қызға әке мен шешені жоқтатпаған әпкенің еңбегі еш кетпейді. Өмірге құштар бола тұра соңынан ерген қаралары үшін өз өмірін құрбан еткен жандар бүгінгі таңда да арамызда кездесіп жатады. Сонымен қатар отбасын құрған әпкелеріміз ұқыптылық пен жауапкершілікті қатар ұстай отырып шаңырақтағы құт берекені сақтай біледі. Қалай дегенде де әпкелер әрдайым сіңілер мен інілері үшін жақсы үлгі көрсете біледі. Бекіту сұрағы: Қамажай бауырларына аналық жылу бере алды ма? Ал келесі, бүгінгі сабақтан оқушылар шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырдық, жаңашылдығына баға бердік. Енді кері байланыс тапсырмасы: әпке жанашыр адам тақырыбына ой толғау жазу. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.